Достар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында наггетсы пісірудің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл наггетсы фастфудтағы наггетсылардан ешқандай айырмашылығы жоқ, өте дәмді. Сондықтан да мен каналыма лайк басып тіркелуді және де қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздерге осы керемет наггетсыдың рецептісімен бөліскелі отырмын. Ең бірінші бізге филе керек болады. 800 грамм филені алып, жақсылап жуып, тура видеодағыдай қылып бөліп тура баласыздар. Неке барлығын турап алдым. Енді тұз дәмдеуіштеріңізді қосасыздар. Мен тек қана 2 шай қасық тұз және де қара бұрышты қосып, маринадтап 1 сағатқа қойып қойдым. Сіздер тұзды да қара бұрышты да өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Енді сіздерге осындай панировочная смесь керек болады. Бұл кез келген магазиннің приправа сататын жерлерінде болады. Мен қызыл острый деген алдым, бірақ алып көргім келді, бірақ сіздерге оранжевый түрін алуға кеңес беремін. Мына осы сместі алып 4 ас қасық сместі таза тарелкаңызға салып, жарты стакан су құйып, екеуін кашабразный болғанша жақсылап араластырасыздар. Енді екінші таза ыдысыңызға қалған сместің барлығын құйып қоясыздар. Мына панировочная сместің сырты қызыл түрі, острый түрі. Ал оранжевый түрі нормальный түрі. Мен өмір оранжевый түрін алатынмын, бірақ магазиннен таппай, мынандай для наггетсов деген сухариді алып, жаңағы острыйма кішкене араластырып жібердім. Негізінде сырты оранжевый панировочная смеспен бірге араластырып істеймін деп ойлағанмын, бірақ ол магазинде болмады. Сіздерге мысалға 60-та 40 немесе 70-те 30, 70% оранжевый, 30% қызыл панировочная смесь острыйды араластырып істеуге кеңес беремін. Енді нау маринадталған филеңізді бірінші сұйық смесіңізге жақсылап батырып аласыз. Одан кейін құрғақ жаңағы панировочная смеске жақсылап тұрып малып батырып аласыздар. Мен бауырсақ пісіретін сковородкама майды құйып, жақсы құйып, аз құйып қоймаңыздар. Жаңағы филелеріңізді салып шығасыздар. Астын орташа отта, жай отқа да қойсаңыздар болады. Орташа отта каждый бетін 5 минуттан қуырып аласыздар. Меніңкі алғашқылары майым қызып кеткеннен кішкене күйіңкіреп шықты. Негізінде сіздер жай отта қатты күйдірмей 5 минуттан жай отта пісіріп алу керексіздер. Мінекей дәл осындай сарғыштау болып пісу керексіздерде де, сол кезде әдемі наггетсылар шығатын болады. Енді дәмін көрейік, қыздар. Өте дәмді, ортасы да піскен, прям фастфудтағы наггетсыдан ешқандай айырмашылығы жоқ. Өте қатты ұнады, тек сәл острыйлау болған, ол өздеріңіздің жаңағы таңдаған панировочный сместеріңізге байланысты.